Қайырлы күн достар. Гүл өсіруге байланысты тағы да бір өзіндік тәжірибемен бөліскім келіп отыр. Адамзат баласы үшін жасыл желек жердің көркі ғой. Сол секілді бөлме гүлдерін өсіру, үй ішін гүлдермен жайнатып қою қай уақытта да оның иесін қуанышқа бөлейді, және өз қолымен өсірген гүлдің өте қалыпты, әсем, көрікті болып өсуін көрудің өзі орасан зор эстетикалық адамға ләззат береді. Сұлулықты да көретін көз керек дейді ғой. Сондықтан өсіріп отырған гүліңізді әдемі, әсем, сұлу қалыпта ұстаудың өзі белгілі бір жағдайда еңбектенуді талап етеді. Қазіргі кезеңде гүл өсіру жақсы сәнге айналып отыр. Бұрынғыдан да бар ғой, дегенмен де қазір көбірек өсіреді. Әртүрлі гүлдерді өсірумен айналысатындар бар. Гүлдерді мынандай, мысалға, бұрыннан келе жатқан дағды дәстүр бойынша пластик құмыра ыдыстарда және гүлдерден түрлі композиция, шағын бақтар жасау, сондай-ақ флорариум дейміз. Мынау шын ыдыста өсетін гүлдер, ыдыстың формасы басқаша болса террариум деп аталады. Енді осы гүлдердің жақсылап өсіп кетуіне кедергі келтіретін бір зат бар. Ол гүлдердің түрлі бактериялық ауруларға ұшырауы. Гүлде жанды организм, сондықтан гүлдердің өзінде осындай аурулар жиі кездесіп отырады. Содан қалай құтыламыз, қалай емдеуіміз қажет? Бүгінгі әңгіме сол турасында. Мысалға, мынау үйде өсетін кофе. Жақсылап өсірсеңіз, 7 жылда кофе дәнін де береді. Ол үшін өзінің бір қажетті талап тілектерін ескеруге керек. Мысалға, осы гүлдің, кофенің жапырақтарының өзі күйгені бар, кейде бір ауруға ұшырағаны бар, арасында осындай зақым келген жапырақтары бар. Дегенмен де бұл мүлдем қурап қалған жоқ, қазір өсіп тұр. Немесе мына гүлді алайық. Бұл гүлде біраз ауырыңқырап, кішкене өсе алмай тұрды. Мына жапырақтар тесіліп кеткен жағдайы бар. Бұларда түрлі аурулардың кесірінен өсуінде кідіріс болды. Бірақ қазір енді емдегеннен кейін мына жапырақтар ерекше ашық формада, әдемі, бояуы қанық. Бұл жаңадан өсіп келе жатқан жапырақтар. Енді мына гүлдерден мен сіздерге тікелей ауырып тұрған тұстарын көрсеткім келіп отыр. Мысалға, мынау адениум гүлі. Бұл сахара роза гүлі, сахараның розасы, раушан гүлі деп аталатын гүл. Мына діңінің өзі өте жуан, бірақ осы гүл, міне байқап отырсаңыздар, әппақ, ноқат, мақта сияқты ауру бар осы гүлде. Осы бұған кедергісін келтіріп отыр. Немесе мынау мына гүлді бәріміз жақсы білеміз, ақша гүлі дейді ғой, халық ішіндегі атауы. Осы гүлдің өзінде де мені қарасақ, әппақ, ноқат, бұл да ауруға ұшырап тұр. Осыларды біз емдеп жазып, гүлімізді қалыпты жағдайда өсуіне жағдай жасауымыз қажет. Ол үшін біздер қажетті емдегіш тыңайтқыштар бар, тағы да химикат препараттарды аламыз. Міне сондай қажетті құрал фитоспорин деп аталады. Әмбебап, жалпы гүлдерді түрлі бактериялық аурулардан қорғау үшін, емдеу үшін арнайы өте жақсы жасалған препарат. Әртүрлі гүлдердің тамырына шірік пайда болған уақытта ағзең дейді, қара ноқат дейді, түрлі аурулар болады ғой. Бұл препараттың өзін тек бөлме гүлдеріне ғана емес, сонымен қатар мысалға түрлі дақылдарды, жеміс жидектерді емдеуге де болады. Соның ішінде мәселен қырыққабат, қызанақ, қияр секілді бөлме гүлдері, жеміс ағаштары, қарақат, барлығында емдеуге болады. Бірақ әрқайсының суға араластырған уақытта өзінің қажетті мөлшерін білу керек. Мәселен, бөлме гүлдерін жаңағыдай аурулардан емдеу үшін мына сыртында көрсетіліп отыр, 3,5 грамм, ол бір шай қасық болып есептеледі. Енді ал бөлме гүлдерін емдеу үшін соның ішінде мына осы препараттың мынау балғасықтың осы тек ұшына ғана 1/3 бөлігін 1 литр қайнаған суға араластырамыз. Мен қажетті мөлшердегі фитоспоринді алып суға қазір араластырамын. Әбден мықтап езіп, қайнаған суға қосып араластырып аламыз.
Қайнаған суға фитоспоринді езіп араластырғаннан кейін мынандай су бүрккішке, бұл енді менде көлемділі ыдыс, сапасы жақсы. Жалпы басқа уақытта да гүлдерді су бүркіп тұруға өте ыңғайлы. Араластырып алғаннан кейін біз мына ауырып тұрған гүлге жапырақтарына да жайлап қана себеміз. Міне, әсіресе мына тұстарына мықтап тұрып сеуіп шығамыз. Сонымен қоса, мәселен, мына жаңағы бұл да ақша гүлі, толстянка дейміз ғой. Осы гүлді де мен қазір басқа ыдысқа ауыстырмақпын. Сол ауыстыру барысында жаңағы аурудың бұғанда ұшып түскендігін байқадым. Бұны да әбден тіпті тамырына дейін мына жерде тазалап кетіріп араластырып аламыз. Міне біз бұл гүлдің жаңағы аппақ мақта сияқты ноқат болып тұрған ауруларынан кетіру үшін фитоспоринді себелеп шықтық. Бұл процесті және бір күн бір рет қана емес, әбден кетіп қалғанша бірнеше рет қайталау керек. Және бір ескеретін нәрсе, бұл ауырып тұрған гүлдерді үйіңіздегі қалыпты өсіп тұрған өзге гүлдердің қатарына қоюға болмайды. Бұл гүлдердің ауруы біріне бірі ұшып отырады. Енді және өзімнің гүл өсіру тәжірибемде бір байқағаным, кейбір каланхоя, калеус сынды кейбір гүлдерге, нәзік фиалка сияқты гүлдерге ауру жиі түседі дағы. Мәселен, суккуленттерге жататын эчеверия гүлдеріне, немесе мына жерде оксалис, кислица сияқты гүлдерге ауру басқалардан гөрі аз түсетінін байқадық. Міне қысқаша ғана шолу түрінде сіздерге беріп отырған мәліметімнің қажеттілігі сіздердің кәделеріңізге асса қуаныштымын. Сау саламатта болыңыздар.